Сәлем қыздар, бүгін біз өте дәмді чак-чак дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, оның үстіне содамызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, ұнды да жай-жай салып, араластыра отырып, қамыр илейміз. Алдымен қасықпен араластырамыз, одан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды асықпай, жай-жайдан жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Міне қыздар, қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды жақсылап суалап, жайып аламыз. Қамырымызды біркелкі етіп, жұқа қылып жаямыз. Міне қыздар, жайып алған соң, осылай қылып кесіп аламыз да. Осылай кесіп алып, кеспе сияқты бәрін кесіп шығамыз. Біркелкі және де бәрін бірдей қылып. Сонда чак-чагымыз әдемі болып шығады. Міне қыздар, қамырымыздың бәрін кесіп болдық. Енді қызып тұрған майға аз-аздан салып алып, қуырып аламыз. Қатты қызартпаймыз да, сәл қызарса болды, ала береміз. Осылай бәрін салып, қуырып аламыз. Чак-чагымызды қуырып болған соң, сиробын дайындаймыз. Сиробына медымызды құйып алып, оның үстіне қант саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше тоқтамай араластырып тұрамыз. Міне видеода көргендеріңіздей осылай екеуі көпіріп шығады. Сонда дайын болды деген сөз. Сиробымызды сылай чак-чагымыздың үстіне құямыз. Және жақсылап тез-тез араластырамыз. Қалауларыңызша мүйіз салсаңыздар да болады. Мүйізді де салып жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдым. Енді өздеріңіз қандай форманы қалайсыздар, сол формаға келтіріп қатырасыздар. Мен міне осылай стаканмен қатырдым. Алдымен стаканды сулап аласыздар. Сосын чак-чакты ішіне салып, осылай тарелкаға жайғастырасыздар.
Міне қыздар, біздің чак-чагымыз дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді